Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз осындай макарондардан жасалған ұяшық тамағын жасаймыз. Ол үшін пиязымызды майдалап турап аламыз, бетіне фаршты саламыз, содан кейін сарымсақты теркадан өткізіп, дәміне қарай тұз, бұрышын қосып, алдымен осындай фаршымызды дайындап аламыз. Содан кейін қуырмашына қосатын осындай томатты сыртын қабығын оңай ашу үшін осылай крестиктерді жасап, үстінен ыстық суды құйып 1-2 минут қойып қойсақ, осылай оңай ашылады. Помидорымызды сыртын ашып, турап дайындап аламыз. Қалған қуыратын заттарымызды да турап дайындап аламыз. Пиязды тураймыз, сәбізді теркадан өткізіп, картошкамызды турап дайындап аламыз. Содан кейін қуыруына кірісеміз. Енді қуырмашын дайындау үшін табамызға пістемайды құйып, туралған пиязымызды салып, пиязымыз жұмсарғанша қуырып аламыз. Содан кейін сәбіз салып, оны да жұмсарғанша қуырып аламыз. Картошканы саламыз. Жаңағы қабығын ашып алған помидорымыз салып қуырамыз. Енді жаңағы ұя тәрізді макарондарымызды осылай жайғастырып шығамыз. Макаронымыздың бетіне алғашқыда дайындап қойған фаршымызды осылай дөңгелетіп қойып шығамыз. Содан кейін ең соңында мұздай суды макаронымыздың деңгейіне дейін құямыз. Суын көбірек құйсақ, макаронымыз толықтай жұмсақ болып пісіп шығады. Дәміне қарай тұз қосып, баяу отта қақпағын жауып 30 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Менімен бірге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді шықты және жасалуы өте тез әрі оңай. Ал достар, сіздер менің каналыма тіркелуді және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.